Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып алыңыз. Әлхамдулилля, әріптерді толығымен біттік. Егер сіз әріптерді өтпеген болсаңыз, осы видеоның астына ссылка тастап кететін боламын. Міндетті түрде оқып қарап алыңыз. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыз практика, яғни әріптерді міндетті түрде бекітуіміз керек, және де сукунды өтетін боламыз. Әдеттегідей хадиспен бастайық. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны үйреткендерің деп өсиет қалдырған екенін білеміз. Сондықтан да Құранды үйренейік, үйретейік, білім алайық. Мен оқып отырамын, сіздер қайталап отырыңыздар. Әти, тәбә, бәсә, сәбәтә, субита, бәсәтә. Қайталаңыздар. Келесі сукун дегеніміз не? Сукун әріптің үстінде немесе харакаттың жоқтығын білдіреді. Сонымен қатар әріптің харакатсыз дыбысталуын білдіреді. Яғни сукун деген жазудың үстінде дөңгелек тұр. Осы дөңгелек сукун деп аталады. Осы дөңгелек қандай да бір әріптің үстінде келетін болса, онда былай оқитын боласыздар. Мысалы, сіздер білесіздер, әріптің барлығын өттіңіздер. Нун әрпі. Нун әрпі жоғар жағында дөңгелек тұр. Яғни бұл нун әрпінің өзі ғана оқылады деген сөз емес. Нун әрпінің н деген звук шығады. Астындағы мысалдарды оқиық. Удау, удау. Дәл әрпі д деген дыбысты береді, яғни сукун тұрғандықтан д-ның өзі ғана оқылады. Удау. Келесі әрих, әрих деп оқылады. Әлиф фәтха, ро кәсірі, ха сукун болып тұр бұл жерде. Келесі зидді. Зәй әрпі кәсірі және дәл әрпі сукун. Зидді. Келесі ән, әлиф фәтха, нун әрпі сукун болып тұр. Ән. Әріптерді және де харакаттарды бекіту үшін сіздерге осындай практикалық жұмыс дайындадым. Бұл ішінде күрделісі де бар, оңайы да бар. Ал бисмиллах, бастайық. Менімен бірге оқып, қайталап оқыңыздар. Бірінші зәхәбә, зәхәбә. Екінші дәроджа, дәроджа. Үшінші вәрода, вәрода. Төртінші әфәхә, әфәхә. Бесінші вәқоды хоба, вәқоды хоба. Келесі бет бірінші қатар. Рахима, рахима. Екінші қатар. Ғалима, ғалима. Үшінші ләм ялид, ләм ялид. Төртінші сәмиға, сәмиға. Бесінші нахну халақна, нахну халақна. Келесі бет бірінші шәкируна, шәкируна. Бұл жерде шә, ру, екіге созылып оқылады. Бұл алдыңғы сабақтарда үйрететін болам, не үшін олай созылу керек екендігі. Келесі ғамилуна, ғамилуна. Үшінші қатар уәтурисинина, уәтурисинина. Бұл жерде әріптер не деген көп деп қиын деп оқи алмай отырсаңыздар, бұл жерде ешқандай да қиындығы жоқ. Қазір сіздерге бөліп тұрып айтып беремін. Уә то әрпі даммамен келіп тұр. Уә ту. Одан кейін уау әрпі. Уә ту. Екке созастар. Уә ту. Бұл келесі сабақтарда мәт әріптерінде айтатын боламын. Уә ту ри, ри. Син әрпі, си. Сидан кейін и әрпі. И әрпін естеріңізге түсіріңіздер. Астында екі нүктесі бар. Яғни син әрпін екіге созастар. Бұл жерде и әрпі келгендіктен си. Келесі әріп нун әрпі ни. Уәтури си ни.
Келесі әріп тағы да и әрпі, яғни ни деген тағы екіге созасыздар. Уә тури синина. Уә тури синина. Сіздерге осындай қиын сөздерді оқуға, яғни Құранға тезірек түсуге лайфхак болсын. Әрбір әріптің басында, ортасында, соңында жазылуын дәптерге жазып отырып жаттаңыздар. Себебі сол кезде ғана миларыңызда жақсы қалады. Ортасына келгенде, ой, мынау екі нүкте қайсы әріп еді, ортасында, яғни басындағы нүкте қайсы әріп еді деп шатастырып жатасыздар. Осы лайфхакты жаттап алыңыздар міндетті түрде. Келесі, төртінші, ин кунтум содиқина. Ин нун әрпі сукун, кун нун әрпі сукун, тум мим әрпі сукун. Со дегенді екіге созасыздар. Со ди. Қоф әрпі қи, яғни қоф әрпінен кейін и келіп тұр, екіге созасыздар. Қина. Ин кунтум содиқина. Бесінші, ямнауна. Ямнауна. Ям мим әрпі сукун, ям на у. Екіге созасыздар. Ямнауна. Осымен практикалық сабағымыз аяқталды. Осы сабақтарды достарыңызға, туыстарыңызға жіберіңіздер, олар да Құран үйренсін. Сіз арқылы иншалла Құранға түссе, сауабы мол. Аллахым хайырлы ілім нәсіп етсін баршамызға. Келесі сабақта кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.